Сәлем достар, бүгін біз слезы ангела пирогын дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, бірге болыңыздар. Алдымен сары майға ұнымызды сеуіп, комнатный температурадағы болу керек. Майымыз араластырып, песочное тесто дайындап аламыз. Мен балаларыммен жасадым бүгін. Дайындап аламыз. Қолымызбен езіп осылай. Оған разрыхлитель қосамыз кішкене. Және бір жұмыртқаның сарысын қосамыз. Және 2 қасық қаймақ қосамыз. Араластырып, тесто дайындаймыз. Тестаны дайындап, 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Пирогымызға үстіне салмасын дайындаймыз. Оған творогтан 400 грамм етіп өлшеп аламыз. Творогымыз міндетті түрде құрғақ болуы тиіс. Және 150 грамм қант өлшеп аламыз. Осы творогымыздың үстіне 3 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Қантымызды қосамыз. 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Және кішкене ұн қосып, барлығын араластырып, жақсылап, тесік ожаумен еземіз. Әбден араластырамыз, массамызды жақсылап дайындаймыз. Формамызға кішкене ұн сеуіп, тестомызды жайып шығамыз. Оның үстіне творожный массамызды бір қалыпта етіп жайып шығамыз. Және пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп шығамыз. Пирогымыз пеште пісіп жатқанда, манағы 4 ақуызды құп-құрғақ ыдысқа салып, оған 4 ас қасық қантымызды салып, араластыра отырып, әбден көпіртіп миксермен крем дайындаймыз. Пирогтың пісуіне 10 минут қалғанда аламыз. Ыссы күйінде болса да, жаңағы кремімізді үстіне қалақпен жайып, тегістеп, одан кейін қасықпен өрнек саламыз. Видеодағыдай етіп өрнектейміз. Қасықпен өрнектеп болған соң, пешке қайтадан 10 минутқа саламыз. Мінекей пирогымыз осылай болып піседі. Оның үстін 1-2 сағатқа ыдысты төңкеріп жауып қоямыз. Сол кезде пирогымыздың үстінде осындай әдемі тамшылар пайда болады. Өте дәмді және қолжетімді заттардан жасалатын пирог. Ас болсын, жасап көріңіздер.